Сәлеметсіңдер ме? Бүгін біздер қосылыстардың химиялық формуласын анықтауға арналған есептерді келесі тақырыппен жалғастырамыз. Малярлық массасы бойынша заттың молекулалық формуласын табу. Молекулалық формула молекулалық құрылысы бар заттардың құрамындағы шынайы атом сандарын көрсетеді. Егер қосылыстың эмпирикалық формуласы берілсе, заттың эмпирикалық формула бойынша малярлық массасын есептеуге болады. Оны біз М эмпирикалық деп белгілейміз. Заттың малярлық массасы зат эмпирикалық формула бойынша есептелген малярлық массасына бөлеміз. Шыққан бүтін санды эмпирикалық формуладағы әр элементтің X индекстеріне көбейтеміз. Мынадай есептер шығарып көрейік. Мына заттардың молекулалық формуласын анықтаңыз. А. Эмпирикалық формуласы CH, малярлық массасы 78 грамм моль. B. Эмпирикалық формуласы CH3O, малярлық масса 62 грамм моль. А есептен бастайық. Қосылыстың эмпирикалық формуласы CH. Екінші саты, заттың эмпирикалық формула бойынша малярлық массасын есептейік. Малярлық массасын табу үшін біздер эмпирикалық формуладағы әр элементтің атом санын ескеріп, оның малярлық массасына көбейтіп, шыққан сандарды қосамыз. Осыдан эмпирикалық формула бойынша табылған малярлық массасы 13 грамм моль. Үшінші сатыда заттың белгілі малярлық массасын эмпирикалық формула бойынша есептелген малярлық массасына бөлеміз. Есептің шарты бойынша белгісіз заттың малярлық массасы 78 грамм моль. Оны біз есептеген эмпирикалық формула бойынша малярлық массасына бөлеміз. 6 деген сан шығады. Сондықтан біз эмпирикалық формуладағы атомдардың индекстерін 6-ға көбейтеміз. С6H6 деген формула шығады. Бұл молекулалық құрылысы бар органикалық зат бензол. Келесі есеп. Эмпирикалық формуласы CH3O, малярлық масса 62 грамм моль болатын заттың молекулалық формуласын анықтау керек. Ең бірінші біздер қосылыстың эмпирикалық формуласын жазайық. Келесі сатыда малярлық массасын есептейік. 31 грамм моль деген сан шығады. Енді шыққан санды есептегі берілген заттың малярлық массасымен салыстырамыз. Заттың малярлық массасы 62 грамм моль. Оны біз 31 грамм мольға бөлеміз. Өлшем бірліктері қысқарады. 2 деген сан шығады. Эмпирикалық формула жақшаның ішіне аламыз да, индекстерді 2 еселейміз. Сонда бізде мынандай формула шығады. C2H6O2. Бұл 2 атомды спирттің брутто формуласы. Ал енді біз құрылымдық формуласын жазайық. 2 атомды себебі гидроксил тобы 2. Қарайық, көміртек атом саны 2. Сутек саны 6, оттек саны 2. Бұл затты біз этилен гликоль дейміз. Немесе 1,2 этан диол. Бұл заттың маңызы өте зор. Этилен гликольді қату температурасы төмен болғандықтан автомобильдердің радиаторына құятын, қыста қатпайтын сұйық зат, антифриз ретінде, химия өнеркәсібінде лавсан талшығын алу үшін және қопарылғыш заттар дайындауда қолданады. Келесі есеп. Стирол полистиролдың мономері болып келеді. Құрамында массалық үлестері 92,3% көміртек, 7,7% сутек бар және малярлық массасы 104 грамм моль болатын стиролдың молекулалық формуласын анықтаңыз. Стиролдың құрамында тек қана көміртек пен сутек бар екен, басқа элементтердің атомдары жоқ екен, себебі осы элементтердің массалық үлестерін қосқан кезде 100% шығады. Енді стиролдың формуласын CXHY деп белгілесек, онда малярлық массасы 104
грамм моль. Ол есептің шарты бойынша. Енді берілген заттың 100 грамм үлгісін қарастырамыз. 100 грамм CXHY. Ол бізде 100%. Әр элементтің массалық үлестері белгілі. Сондықтан біз көміртектің массасын таба аламыз. 100 граммды 92,3%-ға көбейтіп, 100%-ға бөлген кезде 92,3 грамм шығады. Сол сияқты сутектің массасында есепте аламыз. Енді оны шешуін көрсетпей қойып, 7,7%. Осыдан сутектің массасы 7,7 граммға тең. Енді келесі саты элементтердің массалары белгілі, біз зат мөлшерін есепте аламыз. Сондықтан жазайық. Көміртектің зат мөлшерін табу үшін біздер 92,3 граммды бөлеміз 12 грамм мольға. Формула бойынша масса бөлінген малярлық масса естеріңізде бар болар, балалар. 7,7 моль. Сутектің зат мөлшері 7,7 мольге тең болады. Осыдан қатынастар табамыз. XY бұл атомдардың саны немесе мольдық қатынастарға тең болады. 7,7 бөлінген 7,7-ге немесе 1,1-1. Сонымен формуласы CH бұл эмпирикалық формула. Осыдан біз малярлық массын табайық эмпирикалық формула бойынша. Ол бізде болады 13 грамм моль. Енді бізде заттың малярлық массы белгілі. Анықтайық. Неше есе заттың малярлық массасы эмпирикалық формула бойынша табылған малярлық массынан артық екен. 8-ге. Сондықтан біздер эмпирикалық формуланы 8 еселейміз. Нәтижесінде мынандай формула шығады. C8H8. Бұл стиролдың формуласы C6H5CH қос байланыс CH2. Мына балалар бізде винил деген радикал. Полистирол электр оқшаулағыш материал ретінде жоғары жиілікті тоқты пайдаланатын қондырғылардың, радиотехника мен телекондырғылардың бөлшектерін және пенопласттар жасауда қолданады. Келесі есеп балалар өздеріңіз шығарып көріңіздер. Сонымен біздер бүгін малярлық масса бойынша заттың молекулалық формуласын анықтау әдісімен таныстық.